Так, b деңгейі. Так, егер бізде мына көрсеткіштік теңдеулер жүйесі берілген және бірінші байқау керек зат екеуінде де 3-н y дәрежесі бар. Сондықтан мына жақтан біріне азайтып жіберуге болады, немесе 3-н y дәрежесін өрнектеп алайық. 2x мына жаққа жіберейік, 2-н x дәрежесін. Мына жақтан да 3-н y дәрежесін өрнектеп алайық. Оң жаққа жіберейік. Осы кезде 3-н y дәрежесі бірдей ғой, яғни оң жақтары да бірдей. 31 азайтылған 2-н x дәрежесі тең болады 43 азайтылған 4-н x дәрежесі. Бәрін сол жаққа ауыстырайық. Сонда 4-н x дәрежесі плюс болып келеді. Азайтылған 2-н x дәрежесі 43-тің алды минус болып келеді. 31-ден 43 азайтсақ минус 12. Бұл бізде көрсеткіштік теңдеу және жаңа айнымалы енгізу керек көрсеткіштік теңдеу. Яғни 4 деген ол 2-нің квадраты. 2-нің x дәрежесі, азайтылған 2-нің x дәрежесі, азайтылған 12 тең 0. Так, 2-нің x дәрежесін t деп алсақ, мынау бізде t-нің квадраты минус t минус 12 тең болады 0-ге. Мынаны дискриминантпен немесе басқа да жолмен шығара аламыз. Так, бірінші t бізде болады 4. Екінші t бізде болады минус 3. Все. Енді бізге x керек. 2-н x дәрежесін 4-ке теңестірсек, мына бірінші надан x бізде 2, яғни 2-нің 2 дәрежесі 4-ке тең. Мына жақта 2-н x дәрежесін минус 3-ке теңестірсек, бұның шешімі жоқ. Себебі оң санның ешқандай дәрежесі теріс сан бола алмайды. X тең 2 екенін шығардық. Мына біреуіне қоя салайық. Біріншісіне қояйық. 3-н y дәрежесі ол 31 азайтылған 2-нің квадраты. 3-н y дәрежесі бізде 27 екені шығады. Y бізде 3 дәрежесі 27. Мына қосындының мәнін көрсетіңіз дейді. 2-нің 3 дәрежесі қосылған 3-нің квадраты. Бұл бізде 8 қосылған 9, 17. Так, шебер шәкіртпен бірге тапсырманы 6 сағатта орындайды. Тапсырманы шебер өзі орындаса 10 сағатта бітіреді. Шәкірті өзі орындаса. Бізде бірлескен жұмыстың формуласы мынау: 1 бөлінген x, 1 бөлінген y, 1 бөлінген z дейік. Мынау бірінші адам өзі жеке орындаса, мынау екінші адам өзі жеке орындаса, мынау бірге. Бізде мысалы мынау шебер деп алайық. Шебер 10 сағатта бітіреді. Шәкіртін білмейміз, y болып тұра берсін. Бірге олар 6 сағатта орындайды. Енді мынаны табу керек. Так, 10-нан 1 мына жаққа ауыстырамыз. Ортақ бөлім 30. Мына жаққа 5-тен береміз, мына жаққа 3-тен береміз. 5-тен 3 алсамыз, 1 бөлінген y тең 30-дан 2, 1 бөлінген y тең 15-тен 1, сонда y тең 15, яғни шәкірт өзі 15 сағатта аяқтайды. Так, теңсіздікті шешіңіз. Мұндай теңсіздікте барлығын 0-ге теңестіреміз. Сонда мынаны 0-ге теңестірсек x минус 2, x тең 5, сосын x тең болады минус 7. Және мына жақта бір теңсіздік қой. Бәрін бір теңсіздікке саламыз. Так, минус 7, минус 2, сосын 5. Таңбасы 7-ні алсақ болады, 5-дің оң жағында, 7 қойсақ плюс болады, плюс болады, плюс болады. Плюс, минус, плюс, минус. Өйткені ешқайсысы 2 рет қайталанып тұрған жоқ түбірлердің. Ауысады былай.
бізге нөлден үлкен жағы керек. Мына жақ и мына жақ. -7-ден -2-ге дейін. Біріккен 5-тен +6-ге дейін. Ол жауап бізде. Мына жауап келмейді, себебі онда жай жақша тұр. 7-тен -2-ге. Мынау. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. Так, лог логарифм 5 4 минус x. Мынаны қалай істейміз? 1 деген ол логарифм 5 негізді 5. Мына жақта l-ға x, l-ға 2 деп тұр. L-ға деген ол 10 негізді x, 10 негізді 2. Так, лог 5 5 болса, алып тастаймыз. Яғни 5 бірден үлкен болғандықтан таңба өзгермейді мына знак. Мына жақта 10-ды тоже алып тастаймыз. X үлкен немесе 2-ден. Так, мына x-тің алды минус ғой. Ладно, тұра берсін, иә. Былай болса минус x. 4-ті оң жаққа жіберейік. 5 азайту 4. Мына жақта x үлкен 2-ден, иә, тұра берсін. Минус x кіші неместен 1-ден. X үлкен 2-ден. X-тің алды минус тұруға болмайды. Сол үшін мынаны x-ке айналдырамыз. Мынаны айналдырсақ мына таңба өзгереді. Мына 1-дің таңбасы өзгереді. X үлкен минус 1-ден, x үлкен 2-ден. Так, мына жерде былай екеуін бөлек-бөлек қарасақ, x минус 1-ден үлкен деген, ол мына оң жағы. X 2-ден үлкен деген, тоже оң жағы. Бұл жүйе болғандықтан x 2-ден үлкен деген жауапты аламыз. Бірақ есеп бұнымен біткен жоқ. Міндетті түрде логарифм кездескен жерде анықталу облысы деген бар. Так, бұл есептің анықталу облысы. Логарифм ішінде 4 азайту x деген тұр. Сол 0-ден үлкен болу керек. Ой, қатаң 0-ден үлкен болу керек. И мына жерде x тұр. Тоже 0-ден қатаң үлкен болу керек. Так, жаңағыдай минус x. 4-ті оң жаққа ауыстырсақ минус 4 болады. Мынаның таңбасын ауыстырсақ, бәрінің таңбасы ауысады. X кіші 4-тен, x үлкен 0-ден. Оны апарып мына жаққа енгізсек, x 4-тен кіші деген мына жер былай. X үлкен 0-ден. Үшін барлығында бар жер ол 2-ден 4-ге дейін аралық. Яғни 2 кіреді, 4 кірмейді. Бұл жерде жауапты. Нәйсе, бір проблемада болды. Тік төртбұрыш деген ондай фигура бізде. Периметр, ұзындығы А, ені Б, мына жағы да А, бәрі Б. Периметр 28 дейді. Яғни периметр деген ол 2 қабырғасын қосамыз. 2-ге көбейтеміз, сол кезде 28 болады дейді. Ауданы тік төртбұрыштың ұзындығы мен енін көбейтеміз. Енді А қосқан ба, сонда бізде 14 болу керек. Яғни 2-ні былай бөліп жіберсек. Мынаны енді былай салуға болатын сияқты. Оймен қандай екі сан? 8 бен 6. 8 бен 6 көйтсе 48. Қоссақ 14. Тік төртбұрышқа сырттай сызылған дөңгелектің ауданын табыңыз. Тік төртбұрышқа сырттай сызылған дөңгелектің ауданы. Бірінші радиусын тауып алайық. Мына тік төртбұрыштың диагоналі бар ғой. Ол
осы шеңбердің диаметрі. Бізге бірінші осы тіктөртбұрыштың диагоналін табу керек. Оны табу үшін Пифагор деген теорема бар. Мына жер 8, мына жер 6. Пифагор теоремасы мына жерде x деп алайық. Былай дейді. 2 катетінің көбейтіндісі ол x-ның квадраты. 64 қосу 36 тең x квадрат. 100 тең x квадрат. X тең 10. Сонда бізде мына жерде x-іміз 10-ға тең. Сонда диагональ 10-ға тең, диаметр 10-ға тең, радиусы 5-ке тең болады. Ал дөңгелектің ауданы бізде пи r квадрат. Пи көбейтілген радиустың квадраты 5-дің квадраты 25 пи. Мына жауап. Так. Тең белгілі үшбұрыштың табаны 48 см. Тең белгілі үшбұрыш деген мына екі қабырғасы тең болатын үшбұрыш. Табаны деген астындағысы. Так. Табаны 48 см. Табанына түсірілген биіктік деген 90 градуспен түсетін 10 см. Үшбұрыштың бүйір қабырғасын табыңыз. Тең белгілі үшбұрышқа қатысты мынандай қасиет бар. Мына екі бүйір қабырғасынан табанына жүргізілген биіктік ол одновременно медиана және биссектриса, яғни именно табанына жүргізілген биіктік медиана биссектриса бірдей болады. Сонда мынау медиана болып кетеді, мынау 48 болса, медиана деген қабырғаны екіге бөледі, мына жағы 24, мына жағы 24. Вот енді мына тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Мына жағында Пифагор теоремасы тағы да. 10-ның квадраты қосылған 24-дің квадраты тең x-ның квадраты. 100 қосылған 576 тең x квадрат. 676 тең x квадрат. X тең 26. Вот. Так, қайтадан логарифмдік теңсіздік. Логарифмде мына жерде l-ларды алып тастауға болмайды. Бұлай тұру керек қой. Логарифм AB, логарифм AC. Сол кезде бетемізді былай сызбаймыз. А мына жақта арасында қосу деген тұр. Пока сызылмаймыз. Логарифм қасиетін қолданамыз. Егер логарифмдер қосылып тұрса, онда ішіндегі өрнектер көбейтіледі. L-г x көбейтілген x минус 1. Кіші неместен L-г алды. Мына жақта log 0,1. X үлкен неместен log 0,1 2. Так. L-г мына жерде 10 тұрады я бізде. Сондықтан ештеңені өзгермей қысқартып тастаймыз. Кіші неместен 6. L-г. Ал егер мына жердегі сан, негізіндегі сан 1-ден кіші болса, онда таңба ауысады. Яғни алып тастаған кезде x кіші немесе тең 2-ден болады. Мынаны ашайық. X квадрат минус x. 6-ны сол жаққа алып келейік. Вот. Екіншісі шығып тұр. Біріншісі квадрат теңсіздік. Не істейміз? 0-ге теңестіреміз бірінші. Дискриминант биіктігі бірін тауып аласыңдар. Так, біреуі бізде минус 2. Біреуі. Екіншісі 3. Так, іші боялады.
-2 сосын 3. Бізде анандай бар деді иә, x квадраттың алдына қараймыз, таңбасы 10 ғой, онда оң жақ шеті 10 болады. Мына жағы ортасы теріс, мына жағы 10. Бізге сонда 0-ден кіші жағы керек, -2 мен 3-тің арасы. Және x кіші немесе тең 2 деген бар. 2 мына жерде, примерно осы жерде. X кіші 2 деген мына жағы. Мына бұл жүйе ғой, жүйе десе, асты да үсті де боялған қай жер? -2-ден басталады. 2-ге дейін. Сонда жауабы екеуі де боялады, С болады. Так, өрнегінің мәні жатқан аралықтар. Бұл бізде қысқаша код формуласы. А қосылған балым. Мынаны А деп аламыз, мынаны Б деп аламыз. Бірінші А квадрат. Сыртындағы төбірасты кетіп қалады. 6 азайтылған төбірасты 11. Қосылған 2 АБ. Қосылған Б-ның квадраты. 6 қосылған төбірасты 11. Так, қазір бір минут. Сосын аны ескерген жөн, 6 минус төбірасты 11-дің квадраты деп аштық қой. Мен осылай аштым. Кейде төбірасты 10, мысалы, именно ожады, мысалы. Так. 2 минус төбірасты. Мысалы, 2 минус төбірасты 5-дің квадратын аш десе, бұл 2 минус төбірасты 5 болмайды. Себебі 2 азайтып төбірасты 5, ол теріс сан. Біз мына модульде шығады, модульде. Сонда, наоборот, төбірасты 5 минус 2 болып ашылады. Яғни, бізде осындай төбірастын ашқан кезде осыған байқауға керек. Мына төбірасты 11 мен төбірасты 11 кетеді. 6-ға 6 қоссаң 12. Мына екеуін көбейтіп жіберсек, қысқаша көбейту формуласы. Бір төбірастын алайық. 36. 6-ның квадраты 11-дің квадраты 11. Сосын 12 2-ні қосып жоғынан бірінші көбейту орындалады. 36-тан 11 алсақ 25. 25-дің төбірасы 5, 5-ке көбейтсек 10. 10-ға 12 қоссақ 22. Мына аралықта жатады. Мына аралықта кірмейді. Үш аралықта жатады. Так, теңдеу. Бірінші, мына екеуін логарифмдерін қосқанда аргументтері көбейеді деген қасиетті қолданамыз. 5 минус x пен x-ті көбейтеміз. Тең болады минус 2. Әрі қарай логарифмнің қасиеті. Логарифм a негізді b ол с-ға тең болса, b дегеніміз a-ның с дәрежесі. Сонда 5 минус x көбейтілген x ол 2-ден 1-дің минус 2 дәрежесі. Жақшын ашайын. 5x минус x квадрат тең. Минус дәреже 2-ні жоғары көтер жүреді. 2-ның квадраты бізде 4. Бәрін оң жаққа ауыстырайын. Маған x квадратын алды оң болғаны ыңғайлырақ деп алсақ, 2 түбір шығады, 1 түбірі 1, 1 түбірі 4. Және мынаны байқау керек, неқтау жаңықтау болбысы. 1 қойсақ, 4, 1, 4 қойсақ, 1. 2-де оңсан, нормально келеді.
кейде келмей қалатын бөгде түбірлер болады. Ал түбір астығын алып 4-ке тең. 4 неге бір деген түбір жоқ? X квадрат минус 5x қосып 4. Осы екеуі не болса? Может, h дегенде тұрған шығар. Тағы да алгоритм. Дәл жаңағыдай. Төрт x минус y ол 2-ның минус 1 дәрежесі. 2x минус y минус 2. 4x минус y тең 2-ден 1 ғой. 2x минус y минус 2. Бір-бірін азайтып жіберуге болады. Немесе y-ларды тауып болады. Давайте азайтайық. 4x-тен 2x азайтсақ 2x. Минус y-дан, так не жазайын, минус y-дан азайтамыз, минус y-ды. Мынау плюс болып кетеді. Сонда y-лар жоғалып кетеді. 2-ден 1-ден азайтамыз, минус 2. Сол жағынан сол жағын, оң жағынан оң жағын азайтамыз. Сонда 2x-тен екеуінің қосындысы болып кетеді. 2x-тен 2-ден 2-ні береміз. 1 қосу 4, 5. X табу үшін 2-ден 5-ті 2-ге бөлеміз. Ол төменге түсіп кетеді. 4-тен 5. Так, y-ды табақ. Ол шеден таба қойық. 2 көбейтілген 4, 5-тен 4. Ой. 4-тен 5. Азайту y минус 2. Мына жер күте тұр. Вообще отырып күте тұр. 2-ден 5. Азайту y тең минус 2. Y-ды мына жаққа, минус 2 мына жаққа жіберейін. 2-ден 5 плюс 2 тең y. 2-ден 2-ден берем. Ортақ бөлім 9 тең y. X 4-тен 5, y 2-ден 9 болып, не тауы керек? X қосу y мәні жатқан аралықтар дейді. 4-тен 5-ге 2-ден 9-ды қоссақ. Ортақ бөлімі 4. Мынаған 1-ден келеді, мынаған 2-ден келеді. 5 қосылған 18. 23 бөлінген 4 бұл 5,4-тен 3. Так, 5 пен 10-ның арасында. Минус 2 мен плюс 2-ның арасында. 5,4-тен 3. Болған сияқты, я? Келесі төмендегі жауаптардың ішінен осы теңдеулер жүйесін қанағаттандыратынын көрсетіңіз. Так, енді қарайық. Мынау келмей вариантпен шығаруға болады, мынаны ше. Или вариантпен шығарайық. X-ке Y қоссақ, пи бөлінген 4. Минус на екеуін енді. Мына x бізде на y қой. На екеуін қоссақ, бізде
теріс санға қоссақ пи бөлінген, яғни оң сан шығып тұр, мына келмейді. 0-ге пи бөлінген 4 қоссақ нормально келеді. И тангенс x, яғни тангенс 0. Тангенс 0 ол 0 ма? Иә, себебі синус 0 бөлінген косинус 0 тангенс деген. Или мән 0 бөлінген 1 0. Так, мына екеуін қосып көрейік. Ортақ бөлім 4, мына жаққа 4-тен берем. 4π азайту 7π. Минус 3π бөлу 4. Тоже келмейді. Оң сан шығу керек қоя. 2π азайту 7π бөлінген 4. Так, қоссақ 4 8π минус 7π пи бөлу 4. И қосындысы келеді. И енді тангенс x тең 0-ге қоямыз. Тангенс 2π тең 0. 2π деген ол 360. Сол тангенс 0-дің мәнінен келеді. Бұл орындалады. Так, пи минус пи бөлінген 4. Мынау тоже келмейді. 4π минус пи. Мына екеуін қоссақ келеді. Бірақ тангенс пи бөлінген 4 ол бірасты 2 бөлу 2. Мына екеуін қоссақ келеді. И тангенс пи ол тоже 0-ге тең. Так, сонымен бізде 3 шығып шықты. Мынау. Мынау. И мынау. Мен бұл есепті қойған себебім тригонометриялық теңдеуді өтпедік проблема, бірақ бұсай вариантпен шығарып тастауға болады. Теңдеуді өткенде көрсетем, қалай теңдеумен шығарады. Мынау енді косинус x тең 2-ден 1, 2-ден 1 осы. Минус пи мен 0-дің арасындағы шешімі дейді. Яғни минус 180 градуспен ол бұрыш 0-дің арасында болу керек. 2-ден 1 деген мына жер ғой да, косинус x-дің мәнін қабылдайды. 2-ден 1 деген мына жер, ол мына жақта, и мына жақтағы мәндерді қабылдайды. Біз өткенде осылай салып едік қой. Мынау 0 болса, былай жүрсек, мынау минус 30 градус, мына жер минус 60 градус. Сонда бізде x-тен минус 60 градусты. Немесе минус пи бөлінген 3-те. Все, болды. Или мынаны қолдансақ та болады. Косинус минус x, ол косинус x-ке тең. Яғни косинус минус 60, ол косинус 60-ға тең, ол 2-ден 1. Так. Көрсеткіштік теңсіздік. 16-тан 9 деген 4-тен 3-тің квадраты. 3-тен 4 деген ол 4-тен 3-тің минус 1 дәрежесі. Сонда 4-тен 3-тің қасиет бойынша на екеуі көбейтіледі. 6x қосылған 10 дәрежесі 2 немес тең 4-тен 3-тің минус 5 қосылған 3x. Енді 4-тен 3-терді азайтып салу болады, 6 салу болады. Бірақ таңбасы бұлай болады. Неліктен? Себебі 4-тен 3 деген 1-ден кіші сан. Сол үшін таңбаны ауыстырамыз. Дәл логарифмдегідей. 3x-ті солға жібереміз. Теңдіктің сол жағына, 10-ды оң жағына. Сонда 3x кіші немес тең минус 15, x кіші немес тең 3-ті бөлсек минус 5. Минус x-тіктен минус 5-ке дейін. Осы. Так, мынау бізде иррационал теңсіздік бәрі араласқан. Үстін квадратта жібереміз. Квадрат қосы x қосы 3-тен y квадрат
Так, мына жақтан астынан y-ды табайық. Y-ды осы жаққа, 1-ді осы жаққа жіберейік. 2x азайту 1 тең y. Мына жаққа қойайық. X квадрат қосу x қосу 3 тең 2x минус 1-дің квадраты. X квадрат қосу x қосу 3. Қысқаша қойып формуласы. 4x квадрат минус 4x плюс 1. Так, оң жаққа жинайық. 4x квадрат азайту x квадрат 3x квадрат минус 4x x табарсақ минус x минус 5x 1 азайту 3 2. Тоже дискриминантпен шығарып 2-ті 1-ді аламыз. Олай 1-ті 1-і отынан шығарып керек сияқты. 25 қосылған 4 көйту 3 қосылғанды жібергем. Минус 2 мен положнайшы. 25 азайту 4 көйту a көйту c. Мына екеуі плюс береді. 25 қосылған 24 тең 49. Біріншіті бірі минус b 5 азайту 49 7 бөлінген 2a 6 болады. Минус 2 бөлінген 6 минус 3-тен 1 x2 5 қосу 7 бөлінген 6 x2-тен 2. Мына жерде анықтау облысын ескеру керек. Түбірдің астындағы сан оң сан болу керек. Түбірден шығатын сан y оң болу керек. Так. Мына минус 3-тен 1-ді қойып y-ті табайын. 2 көбейтілген минус 3-тен 1 азайту 1 тең y. Минус 3-тен 2 азайту 1 тең y. Минус 2 қосылып кетеді. 3-тен 5 тең y. Значит, мына түбір келмейді. Неге? Себебі түбірдің астынан y оң сан болу. Түбірдің астынан оң сан шығу керек. Яғни түбір оң санға тең болу керек. Сол үшін келмейді. 2-ні көрейік. Y тең 3, x тең 2. Осыны келеді. X бөлінген y бөлінгендігінің мәнін көрсетіңіз дейді. 2 бөлі 3 қой. Бөлейік. 0 6 қайттан 2 6 сонымен 6 6 6 0 6 периодта. Шектеусіз кеммейлі геометриялық прогрессияның қосындысы, яғни формуласы бізде b1 бөлінген 1 минус q 243-ке тең. Алғашқы 5 мүшесінің қосындысы 242-ке тең. Яғни b1 q-дің 5 дәрежесі азайту 1 q азайту 1 тең болады 242-ге. Геометрия прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз. Бүйтіп аламыз да, геометрия прогрессияда лучше бірін бір-біріне бөліп жіберген. Яғни v1 1 минус q-ді бөлеміз. v1 q-дің 5 дәрежесі минус 1 q минус 1-ға. Мына жақта 243-ті бөлеміз 242-ге. Сонда не ол жас? Маркер керек емес па? Динара жоқ та бұл? Динара жоқ. Ал шапкасын алып көтереді, балқай жерге кетті. Мә. Яқта емес әйтеуір. Яқта емес сияқтыдан. Так, бөлік көбейтуге айналады. Мынау төңкеріледі. Так, v1 мен қысқартамыз.
q минус 1 мен 1 минус q ол минус 1-ді береді қысқасы. Бағана q минус 1 деген ол минусты шығарып жіберсек ол 1 минус q. Сол кезде мына екеуін қысқартамыз. Сонда минус 1 қалады. q-дің 5 дәрежесі минус 1. 243 бөлінген 242. Так, ары қарай. Қалай істеп болады? Жеңіл жолмен түсіндіруге болады. Қысқасы былай. Былай пропорциямен көбейте салайықшы. Минус 242 номинаны көбейтсек. Мынаны ашпай қояйын. Q-дің 5 дәрежесі минус 1. Сосын 243-ті былай бөліп жіберемін. Q-дің 5 дәрежесі минус 1 ол минус 242 бөлінген 243. Бірді былай қосамыз. Q-дің 5 дәрежесі тең 1 азайту 243-тен 242. Сонда Q-дің 5 дәрежесі ол 243. 243-тен 242 қалсақ 1. 243 деген ол 3-тің 5 дәрежесі, сондықтан Q дегеніміз 3-тен 1 болады. Мына жақтан таба салайық бұл бірді. Бұл 1 дегеніміз былай көбейтіп жіберсек 243 көбейтілген 1 минус Q. Q бізде 3-тен 1, яғни 1 минус 3-тен 1. Сен 2. Так, 243-ті 3-ке бөлсек 81, 81-ді 2-ге көбейтсек 162. А жауап. Өрнекті оқшамдаңыз. Мынада А минус Б деп тұр, А минус Б деп тұр. Мынада А минус Б қылайық. Жаңағыдай минус шығарып жіберемін, сонда А минус Б болады. X қосы 1 А минус Б азайту. Мына минусты мына жаққа шығарып жіберсек плюс болып кетеді. А минус Б азайту X минус 2 А минус Б. Сонда А минус Б-ны былай жазсақ. Бәрін ортақ қой. X қосу 1, X қосу 2, азайту X минус 2. Мына минус мынаған емес, мынаған да 2-ге де әсер етеді, соны білейік. А минус Б дегеніміз ол 2X қосу 3, мына жақшаны ашсақ, минус X қосу 2. X қосу 5 бөлінген А азайту Б. Ойымда 3 екен ғой. X қосы 2 деп мына жақта 3, мына жақта 4, мына жақта 6. X қосы 6 бөлінген А минус Б. О, теңсіздіктер жүйесі. Екіні 2X-ті сол жаққа жіберсек 4X болады. 5,3-ті оң жаққа жіберсек азайту болып барады. 1,5 болады. L-ге X 0 деген ол L-ге 1. L-ге 1 0-ге тең. 4-ке бөліп жіберсек 1,5-ді жазып қойын. Маркер керек па? И L-галардан қылсақ X кіші 1-ден. 1,5 4-ке бөлсек бізде 8-ден 3 болады. Яғни 1,5 4. Мынаны 15 қылам, мынаны 40 қылам. Әрі қарай 5-ке бөлем. 8
3 қысқартқанда x кіші бірден. Және Ақтау облысы бар. Ақтау облысы логарифмнің аргументі 0-ден үлкен болу керек. Так, бәрін салайын. Так, 8-ден 3-ден кіші. Так, 1-ден кіші. Және 0-ден үлкен. Жауабы үшеуі де бойылған 0-ден 8-ден 3-ке дейін. Жауабы. Так, функциясына жанаманы бұрыштық коэффициент табамыз. Бұрыштық коэффициент деген жалпы жанама теңдеуі былай ғой. F туынды x0 x минус x0 f x0. Вот мынау бұрыштық коэффициент, яғни туындылайсың, x0-ді қоясың, бізде бұрыштық коэффициент шығады. Бұдан туынды алсақ 6x квадрат минус 8x туындысы и аламыз да осыған 2-ні қоямыз. 2-ның квадраты 4, 6-ға өтсек 24, минус 16 болады 8. Бұрыштық коэффициенті 8. Бұрыштық коэффициент немесе тангенсін тап десе тоже. Мынау бізде тангенс альфа тең. Ондай есеп болса тапсырамыз. Так, үшбұрыштың ауданы берілген. Табаны 8 болса, сол табанға жүргізілген биіктікті табыңыз. Үшбұрыштың ауданы бір формуласы, ол 2-ден 1 табан көбейтілген сол табанға түсірілген биіктік. Ауданы 28 болса, табаны 8 болса, ашты табақ 8 бен 2-ні қысқартсақ 4 болады. Аш бізде 7-ге тең. Вот. Так, теңістіктер жүйесін шешіңіз. Бізге қанша есеп қалды өзі? Біраз есеп беріппін. Так, кеттік. 11-ге дейін үлгерем бекен. Так, бөлек-бөлек, я бірінші мынаны. Бәрін 2-ні x дәрежесіне көйтіп жіберем. Мына жақта 2-ның 2x дәрежесі болады. Мынаны 2x дәрежесіне көйтсек, 2x пен 2x қысқаратып 16 болады. 17 көбейтілген 2-ның x дәрежесі. Сол жаққа бәрін жинайын. Екінің x дәрежесін t деп алайын. T квадрат минус 17t плюс 16 үлкен 0-ден. 2-ті бірін табам. 0-ге теңестірем ғой. Біреуі 16, біреуі 1. Так, осыны 2-ның x дәрежесіне ауыстырсам 16 бізде x-тен 4 болады. Мынаны x-тен бізде 0 болады. Так, бізден таңбасы мына жеріне қарап жіберіп жалпы t квадраттың алды немесе мынаның алды оң сан. Сондықтан мына жақта плюс болады, мына жақта минус болады, мына жақта плюс болады. Немесе любой бір сан алып, ортасынан 1-ді алып көруге болады. Мысалы 1, мына жаққа 1, минус сан шығады. Бізге сонда оң жақ керек, мына жақ и мына жақ. Біріншісі шықты. Екіншісі t+3 үшін x дәрежесі. 1 t+3 деген t+3-дің минус 1 дәрежесі. Сонда x үлкен минус 1-ден. Так, оны енді жүйе ғой да, былай қойайын.
минус бірден үлкен десе ол мына жағы, мына жақта мына жағы да асы да үстап алған, минус бірден нөлге дейін 4-тен плюс x-ке дейін. Мына есеп, так, симметрия ойсы дейді. Туф. Кетіп қалды. Жақындату қиыншы болсын. Вот. Кішкене жағын. Неше ой ойысында симметрия? Симметрия ойсы деген айнаға қысқасы. Ой, не аз қойдым. Симметрия ойсы деген андай нәрсе мысалы. Осылай тұрады ғой мысалы. Бүйтіп. Ось болса, айнаның рөлін атқарады. Осыған қатысты былай симметриялық болады. Қысқасы айна. Вот мынада, допустим, былай алсаң, ортасынан. Бірде одан мына жағы. Мына ортасынан алсақ. Мына жағы бірдей. Мынаны ортасынан алсақ. Мына екеуі симметриялы бірдей. Бәрінде симметрия бар негізі. Төртеуінде де. Егер ойу құрақ ұзындығы 2,4 метр көрпетті тігілу үшін қанша ойу құрақ алынады? Мына кажи 40-та 40 дейді. Все, мына 40. Мына 2,4 метр көрпетті тігілу үшін дейді. Ұзындығы 2,4 метр. Ол бізде 240 сантиметр. Бұлар 40-40-тан қойып отырсақ, 240-ты 40-қа бөлсек, 6, мынандай 6-ан қойсақ, бізде 2,4 метр көрпетісі шығады. Так, ұзындығы 2,24 метр көрпетісін тігу үшін қанша көрпенің ұзындығына диагонал тік тұратындай тізбектеу бар бір қатарға орналасу үшін 2,24 метр көрпетісін тігу үшін түсін. Мынаны алғанда шамалы былай бұрып тік қойған ғой, сол кезде түбірасты 1,4 деп алды дейді. Мына 40 сантиметр ғой. Мына 40 сантиметр ғой. Пифагор. Мынаны табамыз. Мына x деп алайық. Мына x ол мына жер. Мына 40, мына 40. 40-тың квадраты қосылған 40-тың квадраты тең x-тің квадраты. Мына x дегеніміз 2 көбейтілген 40-тың квадраты ғой. Яғни или мынандай формула, мынандай бар еще формула. Или қасиет қалай айтсақ болады. Мына 40, мына жер 40 қой. Пифагор теоремасы мына жер 40 түбірасты 2 болады. Қане екенін көрсетемін. Вот любой 20 түбірасты 2 көбейтіп жібереміз егер екеуі бірдей болса. 12-ші кабинетте тұр. Санал жер 12. Вот 40-тың квадратынан 40-тың квадраты салса, 40 квадратынан 2 шығады сонда. Түбірасты 2 көбейтілген 40. 40 түбірасты 2. 1,4 болады дейді. 40-ты 1,4-ге бөлсек 56. Онан 1-ге ұзындығы 56 екен. Біз 2,224 сантиметрді 56-ға бөлсек 4. Так. 2,2 метр, 0,9 метр көрпетісі тігілу үшін көрпенің ұзындығы
үшін мына ұзындығы 2,2 метр. Мына жа біреуін таптық та біз. Қанша еді? 56 болды. 56-ны 3-ке көбейтсек 168. 2,2 метр 220 сантиметр, 168 азайтып тастасақ. Мына жер ғой 168. Үшеуінің ұзындығы. Так, болады 52. 52-ні 2-ке бөлсек 26 сантиметр, 0,2 метр. 0,126 метр. И дәл солай тізбектей бір қатар орналасқан. Бұлай 0,9 метр өлшеміне толықтыру үшін. 0,9 метр, иә. Жаңа біз айттық, мына біреуі 56 сантиметр. 0,56. 90 сантиметр, 56 сантиметр азайтсақ 34 сантиметр қалады. Яғни мына екеуінің қосындысы 34. 2-ке бөлеміз. 17 сантиметр. 0,17 метр еді. Салынған жолақтың ені. Логарифм. Так. Мына екеуі түсінікті көбейеді. LG x қосу y, x минус y. 1 деген ол LG 10. 2-ні дәрежеге жібереміз. LG 2-нің квадраты болып кетеді. 4. Дальше астында 1 деген LG 10. LG x минус y. Тен LG 40. Дальше. Мына екеуін көбейтсек, қысқаша көбейту формуласы, бірақ тұра берсін, негізі пока. Керек болса көбейте саламыз. Мына екеуін көбейтсек, LG 40. Мына екеуін көбейтіп жібереміз аргументтерін. Да LG-ларды полностью алып тастаймыз. Астынан байқасақ, 10-ды былай бөліп жіберсек, x минус y бізде 4-ке тең болады. 10-ға бөліп жібергенде. X минус y 4-ке тең. Жашан ашпаған себебім солды. Сонда 4-ке бөліп жіберсек, x плюс y бізде 10. Сонда x минус y тең 4, x плюс y тең 10. Екеуін қосып жіберек. X-ға x қоссақ 2x. Екеуін қоссақ жойылып кетеді. 10-ға 4 қоссақ 14. X тең 7 и y тең 3. 7-тен 3 алсақ 4, 7-ге 4, 3 қоссақ 10. X қосу y мәнінің жай бөлгіш, уже тауып тастаптыр екенбіз. Жай бөлгіштерін табыңыз. Жай бөлгіштері бізде 2, 5, 10 1-ге бөлінеді, бірақ бұл жай бөлгіш емес. 10 10-ға бөлінеді, тоже жай бөлгіш емес. Жай сан деген ол 2-ге өзіне, сосын 1-ге ғана бөлінеді. Сесінде 2 мен 5 жауабы мынау 1 келмейді, иә. Қайтадан 1 деген ол LG 10. Екінің дәрежеге жіберу керек. Y-дің квадраты. Снияқта, так. Снияқта Y бөлген 6. Снияқта көбейет. Аргументтері. Y тең бөлген 6. Да. Қысқартпасақ 190 қосылған 10x тең y квадрат. Y тең 10x. Мынаны жалғастырайық. 190 қосылған 10x. 1-дің квадраты.
бер минус 2x осы x квадрат. Бәрін оң жаққа ауыстырсақ x квадрат минус 12x минус 189. Так, дискриминантпен шығарайық. Сол кезде осы екіде бір шығады. Дальше y-ды табайық. y1 мына жақта x-ті 21 қойсақ 21-ді минус 20, y2 мына жаққа минус 9 қойсақ 1 қосу болып кетеді. Анықтау облыстары бар. Қараңдар, мына жерде l-гі y деп тұр ғой. L-гінің аргументі оң сан болу керек, яғни y оң сан болу керек. Мына жауап келмейді, y теріс. Дальше 19 қосу x деген оң сан болу керек. 19-ға 9 айтсақ, қалған бәрі нормально. Жауабы минус 9 бен 10 және қосындысына және көбейтіндісіне. 10 мен 9-ды қоссақ 1 болады. 10 мен минус 9 қосу деген 10-дан 9 айту болады. И көбейтсек минус 90 болады. Все болды. Дөңгелектен аудандарының қатынасы S1 S2 дейік. S2-ның S1-ге ауданының қатынасы PR екіншісінің радиусы бар и біріншісінің радиусы бар. R2-ның квадраты, R1-ның квадраты, P мен P-ді қысқартсақ, R2-ның квадраты, R1-ның квадраты тең болады. Үлкеннің кішісіне қатынасы 16-ның 9-ға қатынасы. Так, сонда квадраттардан құртсақ, R2-ның 16-ның түбірасы 4, мынау 3. И екеуінің модулі 2 сантиметрге дейді. Яғни үлкеннен кішісін айтсақ, 2. Айырымы азайтқанда мынаны тауып шығарудың бірнеше жолы бар. Бірақ көрінікті мына жерде 8 бен 6 болатыны. 8 бен 6 қысқартсақ 4 бен 3 қатынасында, азайтсақ 2. Или былай істеуге болады. R1-ді мына жаққа жібереміз. 2 қосу R1. R2-ның орнына ошеге қоямыз. 2 қосу R1 бөлінген R1 тең 4, 3. Пропорция 6 қосылған 3 R1 тең 4 R1. И сонда R1 тең былай жіберсек 6. R2 тең 8-ге. Дальше аудандарын табыңыз. PR квадрат қой бізде. 64 пи үлкеннікі, кішкентайныкі 36 пи. Қайтадан алгоритм көрінбейткенше шығара керек примерно. 3x қосу y 3 дәрежелі түбірасы 8 деген 2 кетеді. 2-ның көбі 8. Лог егер азайту болса бөлінеді. X-ті бөлеміз 5 минус y-ға. Дальше логарифмның қасиеті. X қосу y ол 3-ның квадратына тең. X бөлінген 5 минус y ол 5-дің 1 дәрежесіне тең. X қосу y 9-ға тең. 5 минус y не жаққа көбейтіп жіберсек, x тең болады 25 азайтылған 5y. X не жаққа қойсақ, 25 азайту 5y қосылған y тең 9 минус 4y. 25-ті былай ауыстырсақ, минус 16 y тең 4.
мына x-тен мына жаққа 4 қойсақ 5. анықтау облысына келемі? X пен Y қоссақ 9 нормально. X бізде оң сан болу керек. 5 нормально. 5-тен Y азайтсақ 1 тоже оң сан. Барлығы келіп бір анықтау облысына. Онда мынаны тап дейді. 5 көбейту 5 қосылған 6 көбейту 4. Бірасты 49 болады 7. Так. Массалары 90 грамм және 110 грамм болатын екі тұз ерітіндісі бар. Оңай есеп қой. Концентрация дегенге бір қиын есеп шығады. Вот екеуін қостық, жаңа қоспа пайда болды. Неше грамм қоспа? 200 грамм. Себебі енді екеуін қоссақ 200 грамм. Енді мына жақта 18 грамм тұз, 33 грамм тұз. Қанша тұз болды? 51 грамм тұз. Енді сұрақ, концентрация деген не ол? Ол сол қоспадағы тұздың проценті. Бізде 200 грамм қоспа бар ғой, ол 100%-ды береді. Ал 51 грамм тұз, ол қанша пайыз? Пропорция. X-ті табу үшін бұлай крестик көбейтеміз. Бөлеміз 200-ге. Екеуін 100-ге қысқартсақ 2 қалады. 51-де 2 бөлсек 25,5%. О, так. Каждый 0-ге теңестіреміз. X-тен болады -4. X-тен болады 2. X-тен болады 5. Жай қатаң теңсіздік мынау. Так, -4, 2, 5. Бірінші болса 6-ны қойып. 6-ға 4 қоссақ оң сан, 6-тан 2 алсақ оң сан, 6-тан 5 алсақ оң сан. Енді так, 5-тің дәрежесі қараңыздар. 3 қой. Егер тақ болса, онда өзгереді. Таңбалар неға плюс, неға минус болады. 2-нің дәрежесі тоже ештеңе жоқ. 1 деген сөз ғой. Тоже тақ. Неғда плюс болады. Ал мына жақта квадрат жұпсан ғой, онда -4-тің жанында таңба өзгермейді, бірдей болады. Егер жұп болса плюс алып кеткен кезде. Сонда бізде жауабы 2 мен 5-тің аралығы бүтін шешімдерінің қосындысы дейді. 2 мен 5 кірмейді, андай қатаң теңсіздік. Сонда 2 мен 5-тің арасында бүтін 3 саны бар, бүтін 4 деген сан бар. Сондай ше. Қайтадан жаңа айнымалы енгізу. 5-дің 2x дәрежесі. Т деп аламыз, ол түсінікті ғой, манадан бері айтып отырмық. 2-ті бірін табамыз, тоже дискриминантпен. Т-ны x-ке айналдырамыз. Неға қараймыз ғой былай. Мына жерде не болса, неға плюс қалды. Неға плюс, неға минус, неға плюс. Былай. Келесі. X қосы 1, X минус 3. Кіші 1 деген ол 2-ның 0 дәрежесі. Сонда X қосы 1, X минус 3. Кіші 0-ден 0-ге теңестіреміз. X-тен минус 1. X-тен 3. Так. Минус 1 мен 3. Таңбасын анықтаймыз. 4 алсақ. Плюс, минус, плюс. Екінің ортасы. Мынаның астына салайын. Минус 1 бізде мына жақта. 3 мына жақта. Минус 1 мен 3-ның ортасы болды. Мына мына жақ. Сол жақ. Минус 1 мен 0-дің арасы. 1 мен 3-дің арасы. Ромбы деген шаршыға бір қасиеті ұқсайды, яғни барлық қабырғасы тең. Және ромбының диагональдары 90 градус жасайды өзара.
ромбының периметрі 52 десе 4 қабырғасы бірдей ғой, 4-ке бөліп жіберсек 13, мына жері 13 сантиметр, мына жері 13 и 13. Так, мына жерді мен x деп алайын, мына жерді y деп алайын и жүйе құрайық. Пифагор теоремасы біріншіден 90 градус құрайды дедім ғой. X квадрат пен y квадрат қосса, онда 13-дің квадраты береді. Так, мына диагоналі бізде 2x и мына диагоналі 2y. Екеуін қоссақ 34 дейді. Сында x квадрат қосу y квадрат тең 169. Сында 2-ке бөліп жіберсек, x қосу y тең 17. Ну, енді былай істеуге болады. X тең 17 минус y. Ана бірінші x-дің орнына қоямыз. Жалпы 12 мен 5 шығатыны уже көрініп, ну или көрініп тұр дегенде көп есеп шығарсыңдар. Уже Пифагор теоремасына именно. Сонда 2y квадрат минус 34y қосылған. Так, 120. Y квадрат минус 17y қосылған 60 тең 0. Бір түбірі 12 болады, екінші түбірі 5 болады. Оны неққа қойсақ? 5, 12 мен 5, 12 мен 5 ғой. Ромбының ауданын табыңыз. Ромбының ауданы деген мына екі диагоналін толықтай көбейтеміз и 2-ке бөлеміз. Бізде мына жер 5, мына жерде 12 деп алсақ, мына диагоналі ұзындығы 24 болады, мына диагоналі 10 болады. Сонда бізде 120 сантиметр квадрат. Так, өрнекті ықшамдаңыз. Так, былай істейік. Ортақ бөлімге келтіремекші. Мына жақта иррационалдықтан құтылуға да болады, әдемі кетеді. Мынаған 1 ғой енді. X минус 1. Мынаған көйтеміз осына, мынаған да көйтеміз осына. Екі бөлек нәрсе екенін байқайық. Так, минус x қосу 3 түбірасында x қосу түбірас көйткенде x қосу 3 былай шығады. Сонда плюс 2 x қосу 3. Мынаны көбейтсек плюс 2 x қосу 3 минус 4 болады. Так, астында x қосу 3 минус 2. Так, жақшаны ашсақ. Яқта минус x болады, я? Ладно, толын ашайыншы. X қосу 1 минус x минус 3. Мына екеуі 4x қосу 3 деп береді. Азайту 4. Сонда x қосу 3 минус 2. X-тан x қысқарады. 1-ден 3 алсақ минус 2. Сонда 4x қосу 3 минус 6. Ал ойына минус 1 екен ғой. Минус 8. 4-ті шығарсақ x қосу 3 минус 2. X қосу 3 минус 2. 4. Қайтадан алгоритм.
бір деген логарифм 2 негізді 2. Мына 3-ті 8-дің дәрежесіне жіберем. Яғни 8-дің 3-тен 1 дәрежесі болып барады. Егер ұмытпасаңдар. 3-ті былай жіберсек, кубы болып баратын еді ғой. Былай жіберсек 3-тен 1 дәрежесі болып барады. Мына жақта жақшаны ашайық. Бес нөл бүтін беске өтсек, 2 бүтін бес. 8-дің 3-тен 1 дәрежесі, ол 3 дәрежелі 8 ғой. Бұл 2-ге тең. Сонда негіздері бірдей болып кетті. Азайту болса, аргументтен бөлемін. Негізі бар ғой, тынышы биткенше. Бөлуге айналдырмай, мына минусты былай айналдырып жіберейік, плюс болып. Так, мына жақты 0,5-ті былай алып келсек, 3,5х. Мына жаққа плюс болып кетеді. 28. Дальше. Мына екеуі көбейеді. X қосу 2, X қосу 1. Кіші лог 2, 2. X кіші. Так, 28-ді 3,5-ке бөлсек, не болады екен? Лог 2-лерді алып тастаймын. И X қосу 2, X қосу 1. Мына шарпсам до конца x квадрат қосу 2x қосу x қосу 2 2-ден x квадрат қосу 3x x шашыңыздан шығарсам x қосу 3 кіші 0-ден 0-ге теңестірсек минус 3-ге тең. Сонда x квадраттың алды 10, мына 10 болады, мына теріс болады, мына 10 болады. Так, мына жақта x кіші 28 бөлінген 3,5. Бөлініп қалатын сияқты 280. Бөлінеді точно. 80 қылсақ 35 болады. 7-ге қысқартсақ, мына жақта 5 қалады, мына жақта 40 қалады. 8 болады. В общем, x кіші 8-ден ол мына жағы. Мына жақта бізге 0-ден кіші жағы керек қой, минус 3 пен 0-дің ортасы. Анықтау облысы бар. Так, мына жақта x қосу 2, мына жақта x қосу 1. X қосу 2 0-ден үлкен болу керек. X үлкен минус 2-ден x қосу 1 0-ден үлкен болу керек. X үлкен минус 1-ден минус 2 деген осы жерде. И минус 1 деген минус 2 мен 0-дің арасында. О, мына жер минус 1, мына жақта 0. Толығымен боялған. Минус 1-ден 0-ге дейін. Так, дальше. Бөлшектің бөлімдегі иррационалдықтан құтылыңыз. Не деген есеп? Бұны енді біртіндеп құтыламыз. 2 рет қолдану керек.
бізге жалпы қолдану керек формула былай ғой да, а қосу б а минус б тең болады а квадрат минус б квадрат. Енді мынаны а деп алайық, мынаны б деп алайық. Сонда а минус б тұр ғой бізде, а плюс б-ға көбейтемін, яғни түбір асты 5 қосу түбір асты 7 қосылған түбір асты 2-ге көбейтемін. Сонда түбір асты 5 қосылған түбір асты 7, минус түбір асты 2, а минус б, там мына уже бар ғой бізде, соны көбейтемін түбір асты 7 плюс түбір асты 2-ге. Мынанда шығарудың бір лайфхагы бар, енді оны кейін айтарым. Так, мына екеуін көбейтсек, а квадрат, яғни түбір асты 5 қосу түбір асты 7-нің квадраты азайтылған б квадрат, 2. Үсті тұра береді, дәу осылай. Так, а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. Үстіне тиіскен жоқпын пока. Так, 5-ке, сонда 10 қосылған түбір асты 35, 4 түбір асты 5, түбір асты 5 қосу түбір асты 7 қосу түбір асты 2. Так, 10 қосылған 2 түбір асты 35 қой. Так, 2-ні жақшан сатына шығарамын. 5 қосылған түбір асты 35. Түбір асты 5, түбір асты 7, түбір асты 2. Бітіп отыр ма? Жоқ, тақтаға шығарайын ба? Мынақты 2 қысқартсақ. Дальше. Былай істесек болады, мына жерде бар ғой. Екі түбір асты 5. Түбір асты 5 қосу түбір асты 7 қосылған түбір асты 2 ғой. Мына жақта 5 деген ол түбір асты 5 пен түбір асты 5-дің көбейтіндісі. Түбір асты 35 пен түбір асты 5 пен түбір асты 7-нің көбейтіндісі. Сонда екеуінен де түбір асты 5-ті жақшан сатына шығарамын. Бүйтіп қысқартқан кезде 2 түбір асты 5 түбір асты 7 қосылған түбір асты 2 и мынау болады. Так, мұнда а қосылған б түбір асты 7, енді а минус б-ға көбейтейін, түбір асты 7 минус түбір асты 5-ге. Так, сонда а квадрат минус б квадрат 7 минус 5 2. Жеттен 5 алсақ 2, 2 мен 2-ні қысқартамын, сонда мынау болады, көбейтіп шығу керек. Түбір асты 5 пен түбір асты 7-ні көбейтсек, түбір асты 35. Түбір асты 7 мен түбір асты 7-ні көбейтсек 7. Түбір асты 7 мен түбір асты 2-ні көбейтсек, түбір асты 14. Минус түбір асты 5 пен түбір асты 5-ті көбейтсек, минус 5. Минус түбір асты 5 пен түбір асты 7, минус түбір асты 35. И мынау минус түбір асты 10. Мына екеуі кетеді. 7-тен 5 алсақ 2, сонда 2 түбір асты 14, минус түбір асты 10. О, бәрекелді. Так, келесі. Дұрыс үшбұрыштың қабырғасы. Дұрыс үшбұрыш деген барлық қабырғасы тең үшбұрыш, 2 түбір асты 3, 2 түбір асты 3. Сонда барлық бұрышы да тең 60 градус, 60 градус, 60 градус. Яғни бұрыштың осыларын 180 ғой, 183 келсек 60 градустан. Екі формуласы бар сырттай сылғанның. Сырттай сылған деген қалай? 3 төбесінен де
өтетін осындай дөңгелек. ABC бөлінген 4S деген бар. Немесе жалпыланған синустар теоремасы арқылы А синус альфа бөлінген 2R. Екеуімен де шығаруға болады. Давайте екеуін де көрсетейін. Мысалы біріншісі. ABC деген үш қабырғасы бізде бар. Аудан керек. Ауданды мына формуламен табуға болады. AB синус альфа. Яғни екі қабырғасын көбейтемін үш бұрыштың арасында бұрыштың синусына. 2-ден 1. Екі қабырғасы бізде 2 бір асты 3, 2 бір асты 3. Көбейтемін синус альфа, синус 60. 2 мен 2-ні қысқартсақ, 2 бір асты 3 пен 2 бір асты көйтсек 3, яқта 6 шығады. Синус 60, 2 бір асты 3 бөлу 2, 6 мен 2, 3, 3 бір асты 3 болады аудан. Формулаға қойсақ, 2 бір асты 3, көбейтілген 2 бір асты 3, көбейтілген 2 бір асты 3, бөлінген 4, 3 бір асты 3. 2 бір асты 3 пен 2 бір асты қысқартайық. 2 мен 2-ні 4 пен қысқартайық. 2 бір асты 3 пен 2 бір асты көбейтсек 3, ол 3 пен кетеді. Қалады 1, 2, яғни радиусы 2 болады. Дальше ауданы пи квадрат 4π болады. Мен тез көйтіп жібердім, но асықпай көйтсеңдер шарада 2 шығады. Келесі мына формула. Яғни синустар теоремасы қабырғаның қарсы жатқан бұрышқа, яғни 60 градусқа қатынасы 2 радиусты береді. 2 мен 2-ні алып тастайын. Яғни 2 бір асты 3-ті біз бөлеміз синус 60-ға. 2 бір асты 3 бөлу 2-ге. Бұл бізде радиусты береді. Мынау төңкеріледі. Мынамен қысқартсақ, радиусы 2 дегенді аламыз. Қайтадан 4π. Самый күшті формулаларымыз. Түбірлерінің қосындысына тең болатын барлық мәндер дейді. Ойбай. 30 деген ол x минус 1, x қосу 1. Мынау деген бізде x квадрат қосу x қосу 1. Мынау деген бізде x минус 1, x квадрат қосу x қосу 1. Мен істегім келіп отқаны барлығын көбейтіп жібереміз. Не бар бізде x минус 1 бар, x плюс 1 бар, и x квадрат қосу x қосу 1-ді барлығына көбейтіп шығамыз. Мынаған көбейтсек, x минус 1, x плюс 1 қысқарады да 30 x квадрат қосу x қосу 1 болады. Мынаған көбейтсек, мынау мен мынау кетеді, азайтылған 13 x минус 1, x плюс 1 болады. 7 қосу 18x шақшада. Нәугемен кетсе, x қосу 1 болады. Әдем. 30x квадрат, 30x қосу 30. Мынау бізде қысқаша көйтіп формасы. Бәрін көйтіп шығайық. 7x қосу 18x квадрат плюс 7 плюс 18x. Мынау 30x квадрат плюс 30x қосу 30 минус 13x квадрат плюс 13. Бәрін баға қоя салайық. Минус 7x минус 18x квадрат минус 7 минус 18x. Так, 30x квадрат, 13x квадрат, 18x квадрат. Сонда минус x квадрат қалады. 30x, 7x, 18x қалады. Плюс 5x. 30, 13, минус 7. 43-тен 7 алсақ. Минус тұрған жаным еді, сол үшін x квадрат. Мынаны таңбасына асып тастаймын бірге бәрінің. Минус 36. Мынаның түбірлері.
дұрыс қой да 12 мен 3. Бірді бірі бізде 9, екіншісі бірі -4. Сол екіті бірінің қосындысына тең дейді. Қоссақ 5 шығады. 25, 5-ке тең, мынау 5-ке тең, мынау 5-ке тең. Яғни себебі 32 деген ол 2-нің 5 дәрежесі. Так, бір сиыр мен бір қой бірлесіп 8 күнде. Сиыр бір күнде, қойдың 2 күнде жейтін шөбін жеп тауысатыны белгілі. Все. Бірлесу жұмыс. Сиырды X, қойды Y дейді. Бірлесіп жұмыс істеу деген мана болды. 1/X, 1/2 бірге жесе 8 күнде жеп тауысады дейді. Сиыр бір күнде қойдың 2 күнде жейтін шөбін жеп тауысады. Типа сиыр 2 есе көп жейтін болып тұр ғой. Сонда X дегеніміз ол 2 көбейтілген Y. Сиыр 2 есе көп жейтін. Сиыр көбірек. Мына жаққа 2 қояйын. Так, ортақ бөлме 2 болады. Мынаған 1-ден, мынаған 2-ден. Сонда 1 қосу 2. Сиыр неше күнде, қойын жалғыз неше күнде дейді. Сонда 2y бөлінген 3 тең 1/8 пропорциямен көбейтейік. 24 тең 2y, y тең 12. X тең так, 24. Жоқ, мен шатасып кеттім по идее. Мына жерде ше. Наоборот болу керек еді. Ладно. Мына жақта күн туралы айтып жатыр екен ғой. Яғни сиырдың күні азырақ, наоборот. Мынаны қой дей салайық. Мынаны сиыр дейік. Мысалы сиыр 8 күнде жесе, қой 2 есе 16 күнде бітіреді. Деп 2 есе көп. Сонымен сиыр 12 күнде бітіріп болады, қой 24 күнде бітіріп болады. Өсу аралықтары. Бірінші туындылаймыз. X кубтық 3x квадрат. 4x квадраттың туындысы 8x. 5-тікі 5. 0-ге теңестіреміз. 2 түбірін табамыз. Аралыққа саламыз. Там басын яқта плюс қой. Плюс, минус, плюс. Мына жақта өседі. Өсу аралықтары. Минус x-тен минус 3-тен 5-ке дейін. 1-ден плюс x-ке дейін. Немесе мына жақта 1/3-тен 2. Мына жақта так, кіреді. Екеуді. Так, мына жауап. Неше жауап? Бір вариант қой да. 1-ден плюс x-ке дейін деген қандай жауап осы. Опа, бітті. Неше уақытта бітірдім екен? Біраз болған сияқты ғой, Мына жақта жоқ па? Так, 19 астын. Нормально еще. В общем, осы. Мен енді андай не түсіндірген жоқпын. Досконально түсіндірген жоқпын. Типа, неге мысалы мына жерде туындылаймыз дедім, просто. X кубтың неге туындысы 3x квадрат. Енді ол енді қарай салатын нәрсе емес қой былай. Ол өздерін лучше қаралысындар оны, неге туынды екен. Уақытымен тесін, уақыт қысқарту үшін осы сайт салдым. 11 класста туындының осы жақында ғана өтті, сондықтан білу керек. Ал қалай туындылайды деп естісіңдер, именно туындыға қатысты тақырыпты қайталап жіберіңдер. Біз енді бұйырса алда өтеміз ғой.